Құрметсіздер оқушылар. Отыра қойыңдар. Бүгін сабақта бәрі түгел ме? Иә. Жақсы. Олай болса біз сабағымызды бастайық. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса біз мына себетте біз топқа бірдейік. Бұл себетте әрбір топтың атауы бар. Сонымен қоса әрбір оқушылар шығып, бұл себеттегі топтың атауымен бір стикерлер келіп тандасын. Келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Bir стикерден алып, әрбір партада топтың атаулары жүр. Сол топқа қарай отыра берсін. Келе қойыңдар, келе қойыңдар. Стикер алуды ұмытпаймыз. Bir stikerden alıp отыра қойайық. Өте жақсы балалар. Ал енді әрбір топта, мен бір топқа осындай стикерлер беремін. Бұл қазір тапсырмаларды орындағаннан кейін біз топ бір-бірімізді бағалау үшін. Егер де мынау өте жақсы деген білдіреді, бір жағы оның қанағаттанарлық дегенді білдіреді. Егер де өте жақсы деген ештеңе емес, егер қанағаттанарлық дегенді таңдайтын болсаңдар, онда не үшін себепті екенін соны дәлелдеп айтып бересіңдер. Топ басшысы Қаракөз. Алихан, топ бір-бірлеріңді бағалайсыңдар. Жандос. Өте жақсы. Ал енді оқушылар, біз алдағы өткен тақырыпта бір көз жүгіртсек тақтаға. Бұл сұрақтарға енді топпен жауап береміз. Мен әрбір топ басшыларына бағалау парағын беріп қоямын. Бұл жерде әрқай топтың сабаққа қалай қатысқандығы туралы білдіретін әрбір критериялары бар өзінің. Соған байланысты топ бір-бірімізді бағалаймыз қазір. Ал енді бірінші алдыңғы білімге көз жүгіртсек. Бірінші сұрақ. Бірде қай топ бірінші қол көтереді, сол топ жауап береді. Қазір сұрақ бастаған жоқ. Қазақ хандығының негізін қалаған. Жандос айтып. Керей мен Жәнібек хан. Өте дұрыс, жақсы, отыра қой. Келесі. Қазақ хандығының негізі қаланған жыл. Гаухар айта қой. 1465 және 1466 жылдары. 1465-1466 жылдары. Өте дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Қазақ хандығы құрылған аймақ. Азамат. Жетісу. Дұрыс, жақсы, отыра қой. Келесі сұрақ. Қазақтың хандары кімнің ұрпағы болған? Ерсін айта қой, бірінші көтерді. Шыңғыс хан. Жақсы, айта. Отыра қой. Дұрыс. Келесі сұрақ. Шыңғыс ханның балаларының есімі. Айдан айта қойшы. Жошы, Шағатай, Өтейді. Жошы, Шағатай, Өтейді. Отыра қой, жақсы, өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Қазақ хандығының құрылуы туралы жазған. Алихан айта қойшы. Мұхаммед Хайдар Дулати. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Қазақ хандығы туралы жазылған еңбек ең соңғы сұрақ. Қаракөз айта қойшы. Тарихи Рашиди. Тарихи Рашиди. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Ал енді біз жаңа тақырып басталмас бұрын бейне роликке назар аударсақ. Бір 1445-1521 жылдар өмір сүрген. Әр Жәнібектің ортаншылы. Тарихта Қасым басқарған 7 жылда Қасым хан қазақтың ұлы хандарының бірі. Жәнібек ханнан кейін қазақ хандығының тағына керейұлы бұрындық отырады. Сыр бойындағы қалаларды жаулап алуға күш салғанына қарамастан, бұрындық ханның халық алдында беделі болмайды. Ақыр соңында сарайшыққа көшіп кетеді. Таққа сол кезеңде қолбасшы болған Қасым Сұлтан отырады. Ал жасқа оқушылар, бұл бейнероликтен не байқадыңдар? Қай хан туралы айтылған екен? Қасым хан кімнің баласы дегенді айтты жаңа? Жәнібек ханның баласы. Ол кімнің орнына отырған деді? Қай ханның орнына отырған деді? Ясың ба? Бұрындық ханым. Өте жақсы.
Бұрындық хан кімнің баласы деді? Бейнерөлікте? Жәнібек. Жоқ, Керей. Керей. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, балалар, біздің жаңа тақырыбымыз аты қалай екен? Қасым хан. Біздің сабағымыздың тақырыбы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі. Зерттеу сұрағы не себепті Қадырғали Жалайыри Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді деп жазды. Сабағымыздың мақсаты қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, сонымен қоса қазақ хандарының сыртқы саясатын талқылау. Жаңа тақырып туралы қысқаша түсініктеме бере кетейін. Қасым хан қазақ ханы 1511 мен 1518 жылдары билік құрған. Кейбір деректерде 1523 жылы билік құрды. Сонымен қоса Сарайшық қаласында қайтыс болды деп мәліметтер келеді. Әз Жәнібек ханның ұлы. Тарихта Қасым ханның есімі қазақ хандығының күшеюі және нығаюымен тікелей байланысты. Жазба деректерде Қасым хан 15 ғасырдың 70-90 жылдары қазақ хандығының сыр бойындағы қалалары мен өңірлері үшін жүргізген күрестерге белсене қатысты, басшылық етеді. Мұхаммед Хайдар Дулатиевтің еңбегінде Қасымның бүкіл Дешті Қыпшақ даласына билік жүргізгенін, оның халқы санының миллионнан астам болғанын айтады. Жошыдан кейін бұл жұртта одан ұлы хан болған емес деп жазған екен. Сонымен қоса бұл жерде картада бізге көрсетілген Қасым ханның тұсында қазақ хандығының территориясы осыншама аумақты алып жатты. Қасым ханға дейін Керей мен Жәнібек ханның тұсында қазақ хандығының территориясы қай аймақ еді? Қазақ хандығының құрылған аймағы. Сұрақ? Жетісу. Өте жақсы, дұрыс, Жетісу. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының территориясы кеңейді дейді. Сонымен қоса, оның атты әскерлерінің саны 300 мың болғандығы туралы Мұхаммед Хайдар Дулати жазып кеткен екен өз еңбегінде. Ал енді біз болып жаңа тақырыппен жұмыс істейік. Мұнда тапсырманы бағытталған оқу, топтық жұмыс. Яғни кітаптағы мәтінмен жұмыс жасау. Басамын. Біз алашылығы Қасым ханның өмірбаяны жайлы постер құрдық. 1511 жылы Қасым хан билік құрды. Жәнібек ханның ұлы. Келесі. Жасырыңыз. Бұрындық ханның орнына отырды. Қасым хан мемлекетін нығайту үшін заң шығарды. 1518 жылы Сарайшық қаласында дүние сонда жегенде болады. Өте жақсы. Бұл ма? Иә. Топ, айқап тобы, тұран тобы, алаш тобы бағылайық. Стикер арқылы. Өте жақсы. Өте жақсы. Жақсы отыра ойында. Өте жақсы. Екінші топ бізде айқап тобы. Кел ойын. Айқап тобы. Жақсы бас алған. Әйдама? Қасым ханның сыртқы саясаты 1513 жылы Сырдарияға жасады. Сайрамға келді. Қала билеушісі қаланың ұрысы берді. Қасым қазақ хандығының батыс. Біздің топтың тапсырмасы Қасым ханның саясаты. Қала билеушісі қаланы ұрысы берді. 1513 жылы Сырдарияға жорық жасады, Сайрамға келді. Қасым қазақ хандығының батыс Жетісу мен оңтүстік Қазақстандағы ықпалын күшейтті. Маңғыт жұрты ру тайпаларының бір бөлігі қазақ хандығының қол астына өтті.
Қасым хан тұсында қазақ хандығы мен Мәскеу мемлекеті арасында алғашқы байланыстар орнатылды. Жақсы. Қасым хан кең байтақ дала кеңістігінде өзара үстемдігін орнатты. Жақсы. Топ, Алаш, Тұран тобы. Бағалаймыз топты. Неліктен? Айта бақылайын. Себебі бұл жердегі мәліметтер жетіспейтін сияқты көрінді. Жетіспейтін сияқты көрінді. Жақсы, ата бақылайын. Неліктен? Ал енді оқушылар біздің тапсырмамыз аяқталды. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмамыз жылдар мен оқиғалар деп аталады. Бұл әрбір топқа бір-бір сұрақтан қойылады. Бірінші топқа 1511 жылы болған оқиға. Кім айтады бірінші топтан? Сымат айтады 1511 жыл болған оқиға. 1511 жылы Қасым хан өз билігін құрды. Өте дұрыс, жақсы. Екінші топқа 300 мың. Ол 300 мың қарулы жасаққа дейін жасақтай алды. Қарулы жасақ. Сонымен қоса 300 мың не болды? Толыққанды. Қандай жауынгер? Қарулы жауынгерлер шығарылды. Тағы қосатындар бар ма топтада? Қандай жауынгер? Өте жақсы. Жақсы, отыра бар. Өте дұрыс. Үшінші топқа 1518 жыл. 1518 жыл не болды айтамын? 1518 жылы Қасым хан кемесінде. Өте жақсы, дұрыс. Келесі, бірінші топқа қайтарында 1513 жыл болған оқиға. 1513 дейді. Бірінші топ? Жауап бар ма? Болмаса үшінші топтан сұраймыз. Толыққанды, тағы толықтырып жүрсек. Әлихан, жақсы. Сауранға жорық жасап сайранға алып келді. Қай жерге жорық жасаған кезінде? Сауранға жорық жасаған кезінде. Тағы да толыққанды жауап. Жақсы. Жақсы отырасың ба? Толықтырдыңдар ма? 1513 жылы оқиғада? Олай болса жауабын көрейік, иә? Қасым хан әскері Сырдарияға жорыққа шықты. Келесі, екінші топқа. 1 миллион. Нені білдіреді? Жанындағы, балалар. Азамат Ержан. Елдос. 1 миллион деген сан нені білдіреді? Жаңа айта кеткен болатынсыз. Әлихан айтып. Жақсы. Қасым ханның қол астындағы адамдары Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректерінше 1 миллион адамға жетті. Өте жақсы. Қазақ халқының саны Қасым ханның тұсында 1 миллионға жетті. Үшінші топ 1523 жыл. 1523 жыл. Қандай оқиға болды? Жауап? Екінші топ Алаш тобынан қосатындар ма? 1523 жыл не болды? Әлихан, айта бар. Қасым хан қайтыс болды. Өте жақсы, дұрыс. Қасым ханның кейбір деректерде қайтыс болған жылы дейді. Талапты. Олай болса біз келесі тапсырмаға көшейік. Қорытынды тапсырма. Бұл сәйкестендіру тесті. Әрбір топтан қол көтеріп жауап бере береміз. Қасым ханның ата әскерінің саны. Қарай дұрыс? Қасым ханның ел билеген жылдары. Айдана? 1513 жылы. Дұрыс па? Толықтырамыз. Кім бар? 1511 жылы. Өте жақсы. Жақсы отыралды. Келесі сұрақ. Қасым ханның тұсында халқының саны қанша? Азамат айта қойшы. 1 миллион. Дұрыс. Келесі. Сырдарияға жорық кезінде сайрамға келген жылы дейді. Ерсін айта қойшы. 1513 жылы. Дұрыс. Керей ханның ұлы дейді. Ақтілек айта қойшы.
Dürüst. Janibek tanımalı. Yıldız. Қасым. Kasım. Öte жақсы. Dürüst. Al endi bala biz qo'limizda beramizni o'sman аяқтайық. Mening sabaqdan olgan ta'sirlarim orqali refleksiya. O'zi berilgan stikerlarga yozamiz. Mening sabaqdan bugungi sabaqdan olgan ta'sirlarim. Жазып болғаннан кейін тақтаға ілеміз. Fotoğraf. Ал енді оқушылар жазды. Жаңағы берген бағалау парағы. Топ бір-бірлеріңді бағалау парағы деген болатын. Сол бойынша топ бір-бірлеріңді бағалап кетсеңдер.